Баршаңызға ассаляму алейкум достар. Бүгін сіздермен бірге банафипай бәлішінің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қоржына ұнға қант, май салып, кружка жасаймыз. Осындай кружка шығуы қажет. Енді кружкамызға жұмыртқа салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Дайын формамызға қамырымызды салып, қоймен жаямыз. Бізде бортиктары болуы қажет. Коржымыздың үстін шаншқымен тесіп, 180 градуста 35-40 минут дайындаймыз. Біздің коржымыз дайын. Бәлішіміздің салмасына вареный сгущенка мен банандар қажет. Банандарымызды видеода көрсетілгендей тураймыз. Бәлішіміздің креміне суық сливкенің үстіне қант ұнтағын саламыз және массамыз кішкене қоюланғанша дейін миксерлейміз. Содан соң массамызға творожный сыр салып, қайтадан массамыз қоюланғанша дейін миксерлейміз. Біздің креміміз дайын. Енді бәлішімізді жинаймыз. Ең алдымен корждың бетіне вареный сгущенкамызды құйып, бүкіл корждың бетіне жағып шығамыз. Содан соң банандарымызды бүкіл корждың үстіне толықтай тізбектеп салып шығамыз. Соңында кремімізді кондитер қапшыққа саламыз және де видеода көрсетілгендей насадка пайдаланамыз және біздің кремімізді бүкіл коржымыздың үстіне саламыз. Мінекей достар, біздің банафипай бәлішіміз дайын. Бұл бәліш өте ерекше дәмді болып шығады. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға бұл бәліш ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны салай қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассаляму алейкум.